Риддерде кеше және бүгін кеңестік диагностикалық орталығы негізінде Астанадан ғалымдардың командасы, нақтырақ айтатын болсақ, Назарбаев университетінің ұлттық зертханасының ғалымдары қабылдау өткізді. Қалаға жоғары деңгейлі мамандарды жерлесіміз Төлебай Рахыбеков алып келді. Ол қалаға және республикаға танымал дәрігер, медицина саласының ғалымы, қалалық мәслихат депутаты болған. Қазақстанның денсаулық сақтау саласында басқарушы қызметтерде отырған адам. Медицина ғылымдарының докторы, профессор, Жапониядағы ғалымдар докторы. Төлебай Рахыбеков Лениногорск тұрғындарын ешқашан ұмытпайтынын мойындады. Я всегда помню. Всегда. Мен Лениногорск тұрғындарын ұмытпаймын. Оларға қызмет еткім келеді. Бұл жолы мен қалаға Назарбаев университетінің экспедициясын алып келдім. Бұл қарапайым дәрігерлер емес, ғылыми зерттеулермен айналысады. Медициналық тексеру барысында олар генетикалық талдаулар алады, және бұл емшара тұрғындарға тегін. Біз грант ұтып алдық. Ол бойынша менің оқушыларым жұмыс жасауда. Ал тұрғындардың денсаулықтарын бағалау үшін біз аз дегенде 100-150 адам тексеру керекпіз. Бұл стратегиялық мақсатымыз. Және ауру диагнозымен емес, алдын ала диагнозымен жұмыс істеуді көздейміз. Бұл біздің басты бағытымыз. Бұрынғы медицинада бағыт диагнозбен жұмысты көздесе, бүгінгі медицина сау адамның денсаулығына қамқорлық етуді, созылмалы аурумен науқастанғандардың денсаулықтарына қамқорлық етуді көздейді. Олардың сапалы өмірлерін ұзартуды, белсендетуді көздейді. Кеңестік диагностикалық орталығында кеңестер мен тексерулерді, бірқатар зерттеулерді өткізу үшін 40-тан асқан қала тұрғындарын күтті. Генетик пен невролог құрамында бар дәрігерлер мен ғалымдар кеңестер өткізіп, қан талдауын алып, заманауи құрылғылармен зерттеу түрлерін жасады. Ал талдау нәтижелерін жақын арада алуға болады. Биоматериалдардың көпшілігін генетикалық және өзге зерттеулер жасау үшін орталыққа әкетеді. Ездим по всему Казахстану. Для нас очень важно понять. Біз күллі Қазақстанды аралаймыз. Біз үшін қазақстандықтардың денсаулықтарының орташа деңгейі қандай екенін анықтау аса маңызды. Бұл қарапайым жай ғана зерттеу емес, өте терең зерттеу. Молекулярлық генетикалық талдаулар жасалады. Адамның геномы, микробиомы, яғни ішектің жағдайы зерттеледі. Ас қорытудың күйі, адамның тамақтануы зерттеледі. Өйткені адамның денсаулығы оның елді мекеніне, немен тамақтанатынына, қоршаған табиғатқа, экологиялық жағдайға тікелей байланысты. Осы кешендегі денсаулық жағдайын түсіну қажет. Біз тек осы бағытты ғана зерттемейміз. Бізде ревматоидтық артрит, жүрек тамыр аурулары, псориаз зерттелетін гранттар бар. Бұл зерттеулер біз үшін қалыпты не екенін анықтау үшін өткізіледі. Зерттеулер бүкіл Қазақстанда өткізіледі. Шығыс Қазақстанға сапарымызды ұйымдастырған профессор Төлебай Рахыбеков, оған алғыс айтамыз. Біз үшін үлкен қалалар ғана емес, шағын қалалар мен ауыл аймақтар аса маңызды. Өйткені әр өңірдің тамақтануы әртүрлі, табиғи жағдайлары да ерекше. Оның барлығы денсаулыққа әсерін тигізеді. Сондықтан сол аймақта адам үшін ненің қалыпты екенін, ненің қалыпсыз екенін анықтау керекпіз. Мақсатымыз осы. Адам науқастанып қалғаны емес, ол аурудың дамуының алдын алу үшін қолдау көрсеткен дұрыс. Ертеректе сол аурудың себептерін табу керекпіз. Оларды өңдеу мақсатында өткізетін зерттеулер өте арзан. Кәсіби тексеру өткізген кезде бүкіл тұрғындардың скринингін жасауға болады. Бұл біздің бірінші мақсатымыз. Ал екіншісі алдын алуды көздейді. Арнайы азық-түліктерді, пробиотиктерді дайындау, оларды табиғи компоненттердің негізінде дайындаймыз. Орталық зерттеулерінің негізгі стратегиялық мақсаты болып емдеу процесіне, ғылыми болжам жүйесіне және аурудың алдын алуға шоғырланған медицинаны қалыптастыру табылады.